Темір терсек, сен бәрін түсіндің бе? Мен ыстықтан өліп кетем, сондықтан бұл жоспарыңның еш пайдасы болмады. Менің жоспарым емес. Оны іске асырушының қолынан ештеңе келмеді. Келісім бойынша ешкімнің назарына түспестен байқатпай қобдишаны ашуың керек еді. Бірақ бұл қолынан келмеді. Біз босқа барып қайттық. Жауларымыздың жолы болып кетті. Солай-ақ болсын. Енді Тор қобдишаны алып Асгардқа ұшатын болады. Ол жақта оны мықты қорғау болады. Болашақта мұндай қателіктерге жол беруге болмайды. Мен ойланып... Мұна ойланалады екен ғой. Солай ма? Кешірім сұрайым, мұздардың әміршісі, құлағым сізде. Одан да Йольнир жайлы аңызға құлақ сал. О, жоқ, әуре болма. Йольнир аңыз адам ғой. Оның қысқы ермектері жайлы ертегілеріне тек Асгардтың балаларымен аңқау алып тұрғаны сенетін шығар. Ондай бұл өмірде жоқ. Бос сөз. Йольнир мына әлемде менен ұзақ тіршілік етіп келеді. Оның өмірде бар екен анық. Жартылай алып, жартылай эльф болып туылған ол тумысынан ерекше күшке ие болған. Ол атақ даңқ пен билікке еш уақытта ұмтылмаған. Ол бойындағы бар күшін әлсіз әрі ақыл есі жетілмеген балаларға көмектесу үшін жұмсайды. Қазіргі кезде оны әлем Санта Клаус деген атпен таниды. Жылына бір рет ол 9 әлемнің барлық балаларына бір түнде сыйлықтар атып шығады. Өзгелер үшін бұл ақылға қонбайтын және атқарылуы мүмкін емес еңбек көрінеді. Оның құдіреті бәріне жетеді. Егер оның күшін иемдене алсақ,